Ассалаумалейкум, YouTube көрермендері, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мини ферма орайлы. Осы видеомды соңына дейін көріп шықсаңыздар, көптеген ешкілерді көресіздер. Ешкі теке лақ, барлығы салынады, барлығы сүтті линиядан. Дойкалар өте керемет. Бәрін өз егелерінен толық мағлұматты өздеріңіз телефон арқылы сұрап аласыздар. ешкі сатылады. Соңына дейін қарап Бұл ешкі туып кеткеніне 2 ай болды. Лақтары сатылып кеткен. Қазіргі таңда өзі сауылып тұр. Тәулігіне 2 литр, 2,5, кейде 2,5, кейде 2 литр сүт беріп тұр. Ценасы 165 мың теңге, кемі бар, келістіріп береміз. Личкаға шықсаңыздар, сауылған видеоларын жібереміз. Желінде ешқандай ақауы жоқ, мастит емес, ет желін емес, өте жұмсақ желін. Лақсыз өзі 165 мың теңге, кемі бар, келістіріп береміз. Адрес Шымкентте. Сұрақтар болса личкаға шығамыз. Екі альпинский ешкі сатылады. Екеуі де лақтарымен. Қара сангудың туғанына 2 ай болды. 2 айлық еркек лағы бар. Қасында көгешінікі ұрғашлақ. Оның туғаны бір 10 күн болды. Ұрғашлағымен көк бірінші тума, сангу екінші тума. Сангудың бір желіні мастит болып қойған. Бір желімен қазір ана лағы еміп жүр. Лағы семіз сойса да болады. В общем, сүті жақсы бір желінің өзі. Көк бірінші тума, ол қазір лағы еміп тұр. Бұлай лақты бөлетін болса, бір сауғаны 1 литр оның. Екеуінің бағасы 150 мың деп отырмын. Саудасы бар. Ұнаса жекеге шығыңыздар. Адрес Шымкентте. 75-тен сұрап жатырмын. Әрқайсысын. Екеуі бірге сатылады. Саудасы бар. Мұның лағы еркек. Сангудың. Бұл сангудың бір желін. Бір желін мастит болып қойған. Бір еркек лағы бар. Бір желінің өзімен әжептәуір сүт бар. Лағы еміп жүр бұны. Лағы семіз. Лағы 2 айлық. Мұның лағы ұрғашы. Бұның лағы ұрғашы, анаң еркек. Бағасы 75 мың теңгеден саудасы бар. Адрес Шымкентте. Сангу 2-ші тума, ана 1-ші тума. Осы аңғыланып ешкі сатылады, лағы менен 250 мың, 3 литр сүті бар. Ассалаумалейкум. Лағы еркек. Осы битал лақ сатылады. Бағасы 120 мың. Шешесі өте сүтті, әкесі өте алам дегенде. Ассалаумалейкум, ұрпа қалайсыздар? Осы бірінші тума тазағанды альпийский шыбыш сатылады. Ресейден келген. Бағасы 280 мың теңге деп тұрмын. Азанғы кешкі 3 литр сүті бар. Алатынандар жекеге шығыңыздар. Өте әдемі. Полный адаптация өтіп қойған. Кез келген өңірге сал жіберуге болады. Бір лағы. Алатынандар хабарласыңыздар. Бойы өте ірі, майда емес. Жерінде ешқандай мастит түк жоқ. 100% альпийский шыбыш. Ресейден келген. Толмачев Оксананың қорасынан шыққан. Полностью әдемі, мені қараңыздар. Бойы, формасы, аркасы бәрі әдемі. Ешқандай мастит түгі жоқ. Қазір лағы еміп жүр. 3 литр сүті бар, мені қараңыздар, желіні қандай әдемі. 3 литр сүтіне гарантия. Алатынандар жеге шығыңыздар. Осы видеодағы альпийский 1-ші тума ұрғашы лағы менен сатылады. Туғанына 2 ай болған, 2 литрге жуық сүті бар. Бағасы 155 мың. Шымкент қаласы Қарабастауда тұр. Қызықтырса, телефон нөміріне хабарласыңыздар. Барлық толық мағлұматты өз егесінен біле аласыздар. Англо-нубийский ешкі сатылады. 2-ші тума Қызылордада тұр. 350 мың теңге деп тұр. Барлық мағлұматты өз егесінен біле аласыздар. Телефон нөмірі экран бетінде жазылып тұратын болады. Хабарласыңыздар. Ешкі іздеп жүрген болсаңыздар, осы ешкіні алсаңыздар болады.
Және де бұл да англо-нубийский ешкі, тоже екінші тума, тоже Қызылорда, сол бір орында тұр. Осыған да хабарласаңыздар болады. Бұның да 350 мың деп тұр. Бағасын өздеріңіз келісесіздер. Барлығы бір қорадан шығып отыр. Бұл да сол англо-нубийский, бірақ 450 мың деп тұр. Үшінші тума бұл. Тоже сол бір адресте Қызылорда қаласында тұр. Хабарлассаңыздар болады. Телефон нөмірі экран бетінде тұратын болады. Барлық мағлұматты, документтің, нешінші тума, қанша литр беретінін, және де қай қорадан, қай шаруашылықтан шыққандарын барлығын біліп аласыздар. Үлкен рахметімді айтамын видеомның соңына дейін көргендеріңіз үшін. Барлық ешкілер ұнаған болса, кімді қандай сұрақтарыңыз болса, менің комментарияға жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқимын оны. Сосын сіздерге сол жерде жауап беретін боламын. Мені қолдау үшін лайк басыңыздар, және де жаңадан келген болсаңыз, міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Өйткені келесі видео сіздің телефоныңызға